Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің атым Орынбасарұлы Данияр. Менің айтайын деген себебім 21 жылы алаяқтардың кесірінен банкке маған кредит оформить етіп жіберіпті. Сосын мен құқық қорғау органдарының бәріне шағымданып, бұл кредитті мен алған жоқпын деп, өздігімше шешейін деп барлық жерге бардым. Банкке бардым, құқық қорғау органдарына барып арыз түсірдім. Еш нәтиже болмады. Банкке барған кезде бәрібір сіз ол кредитті сіз төлейсіз, сіздің атыңызда тұр деп тән алмады. Мен барғанда айттым, ол мошенник алыстан емес, осы банктың ішінде отыр деп, өзімнің пайымдауым солай деп ойладым. Сол себептен банк маған бүкіл счеттарымды арестке қойып, айлығымды да аламай қалған күнім болды. Сосын осы заң бойынша Билялов Мұрат деген кісіге осылай көмектесіп жіберіңіз деп едім. Бұл кісі өзінің өте жоғарғы беделді адам екенін көрсетіп, мені осы қыжалаттан шығарды. Соған ішінде осы кісіге үлкен алғыс. Осындай адамдар көп болса, бізде заңсыз әрекеттер азаяр ма еді деп ойлаймын.